Казым Сұңқар YouTube каналының көрермендері, бізде керемет жаңалық. Іле ауданы Ащыбұлақ аймағында нөмірі 19 орта мектебінде Ақберен атты мұғалімдер мен оқушылар театры ашылды. Бүгін біз осы мектепте театрдың ашылу салтанатындамыз. Яғни Қарагөз қойылымы мен ұлт ұстазы Ахмет атамыздың қойылымын бірге тамашалайтын боламыз. Олай болса, қойылымнан үзінділерді назарларыңызға ұсынамыз. Жоқтатпай келсем де, бар қадырға сетімді басқа теткеніме, сонда біздің ойымызды жүргені кім? Әзілді білемін, шақырымында Қарагөзді. Неге жүдеусіз? Мына отауына, ұзағынан сендірсін деп он аяғымен аттап кір. Атан күйеу, анан келін боп, кіреуінен кірген ақтөбес осы болар. Әже, бұның несіні ырым қылып, кірерімізден шығармыз, осыған қарап барғашылар болса, кім тілемес? Жұғиядан шығып, жатқияға ұшты. Оданша батан берсеңші. Қарағым, нарша, ұзағынан сүйіндірсін. Қыз алғанша қайын жуан, қыз алған соң күйеу жуан деген. Айналайын нарша, енді Қарагөзінде бір, сенде бірсің, екеуінде. Қар өзегімді қақ жарып шыққан баламсың. Келші берме, өмір жастарымыз ақ болсын. Айтқаның келсін бәйбіше. Айтқаныңыз келсін, там. Қызып жар-жар, қыз не десе о десін, аттанарды жар-жар. Тізі қалған атаға малы қызып жар-жар. Мен жыласам жылайын, қайғындардым жар-жар. Іште көтті тығамын, айтпай қайтып жар-жар. Ұрыстанда атанам, естісіңді жар-жар. Мен бекіндім кетуге, барындардым жар-жар. Кеселі сөз шығады деп, сірім айтқан сөз ғой мұнаның бәрі. Тоқтат енді. Бүйтіп айтқан жар-жарым ұрысын. Баламның тілеп-тілейтін тойын ойыншыретіп тұрма? Мынау не көкіп тұр? Бұл не зар, бұл не мұң? Бұл сырым сияқты жынның айтқан сөзі. Әй сырым, бермен кел алдыма. Жөлінді айтшы осы сен. Көзіме айт, мына жабай сенің әкең. Жарылғап Қарагөздің әкесі. Мен Қарагөзбен Жарылғаптың шешесімін. Сенің өзің түген, әкем де шеше орнындамын. Есі садаған кетейін. Өсер ауылында Құдай кешсін айбымды. Әруағымның атын атап отырмын. Келін басы мен арылайын деп отырмын. Тілін кесілсін сенің. Әй, малда ауыл жаман ауыл болып ба? Сен өзің қайдан шықтың айтшы. Алтатада қыз алсын, қыз беріспей үшмеді. Аталас дейсіз ғой. Арғы бала өсерден бері Қарагөз екеуміздің арамыз алтата. Санап берейін бе оны әлде? Астағфиралла! Жеті атадан бері қайғаза қыз алысып еді. Сұмдық қой мынау. Не пәле, не қаза көрдім мен бүгін. Кірсем шаймен мына қара жерге. Қуарған ол, кет ауылынан. Қарамды көрме, жолама. Бәйбіше, жарылсам да және айтам. Айтылған сөздің бәрі рас. Қарагөз, сені қайтып көрмейін. Енді мен қаңқып кетейін, Қарагөз. Шешіміңді бер. Мен саған ерем. Өмірге тойым сіздетті. Ермеске алмам жүрді. Алла бетімізде жағамыз. Әже, міне олар. Байла, ескеріңдер тұтамда. Қарагөз, ойынма салған сұрышылан болдың ба? Жібердер, ұста. Тиіспенге. Аманыңды күн бол. Әже. Түй! Сырымнан еш хабар болмады. Ол жақтағы сарғайған дер, сарымған уайымды көргісі келмеді ме, сырым ауылға оралмады. Ал Қарагөз қашықтық дертінен
іш құса болып шындана бастады. Өні өлердей жүдеу зорға қозғалады. Дариға дәурен өтті, күнім бітті. Оқ тиді ұшырады, қарғыш жетті. Бұл күнде сорқамаған қаралы боп, көңілі қайғы басып зар еңіретті. Лашымен құйқылжыған дерт кезетті. Айрылып асық жардан күн сәулетті. Семген гүл өлген бұлбұл қайғысынан қайрылып қос қанат ажал кетті. Тілеубай, саған рахмет. Сен менімен қуанышымда да, қайғымда да бірге болдың. Қара көзден айрылсам да, қасыңнан кетпедім досым. Рахмет саған. Ай сырым, Наша сенімен кездескісі келеді. Шақыр. Уа Наша, бұл не жүріс? Уа сырым, сал сырым. Мен саған сырымды да, шынымды да естісін деп, арнайы келіп тұрған жайым бар. Не шының бар еді? Қара көзді соңғы рет көргің келсе, менімен бірге жүр. Ауылыма кел. Қара көз бар ма? Тірі ме қара көз? Тірі. Қара көз тірі. Бірақ оның тірлігінен не пайда? Соның науқасынан сен бір көрінсең шипа бола ма деп келіп тұрмын. Өйткені мынау далада екеуміз де тірелік. Тағы бір қол соғып қойыңыздаршы. Жүрегі бар адамның жыламай күніне мүмкін емес. Өзін-өзі басқару деген ұйым бар. Жас сұңқар өзін-өзі басқару ұйымының ұлдары мен қыздары бүгінгі театр ұжымдағы әртістері. Сондықтан менің айтпағым, осы түске дейін балаларын сабаққа жіберіп, түстен кейін мектептің қоғамдық өміріне араластырып жүрген осында ата-аналар келіп отыр екен, үлкен алғыс айтқымыз келеді. Алла разы болсын, осындай ұл қыздарға тәрбиелеген ата-анаға басымызды иіп алғыс айтамыз. Ендеше осындай біздің ұл қыздарымыздың ата-аналары, осы жердегі біздің мектебімізді, біздің театрымызды сыйлап келіп отырған аналар, сіздерге арнап, анамның ақ жаулығы әппақ бастан, Тұрғанбек дастан, Тұрғанбек Әмина. Анамның ақ жаулығы әппақ, айналдым пейілінен қардан әппақ. Анашым ақ батамның арқасында, қасымда тұрады әркез ақ қонақта. Ей, саған қалдым ай, бай, жүрегім жалғылай. Айтайды отыр. Мен келешек біз алғанда театрға бастадым, жалғыз осы театр көрдім. Рахмет әке. Басқа сөздерім жиырмада күтеміз деген нақты шарамыз екен келіскен соны алдағы уақытта ұйымдастыруға әрекет жасайық. Аман болыңыздар, жақсы күніңіздер. Өзгеше бірінде бойлағанда, аялаған сезім жүрегімді демеп ояғанда, іңкәр көңілім басып, арнадан асқанда, шаттық нұрын сепкен, бақыт гүлін еккен, өзім ой арманға. Қол ұстасып мәңгі арайланып атқан әппақ таңға,
болғандағы көздегеніміз қазақ арасында өнер, білімнің жайылуына басшылық етіп, елді жақсылыққа бастап, жамандықтан сақтайтын сөз айту. Сонда бір қойға қанша газет шығады? Bir қойыңыз қазір 5 сом, жылқыңыз 25-30 сом. Bir нөміріңіз шамамен 50 қой. Онда қиын түгі жоқ қой. Бұл бір жұмада кететін шығын. Айына газеттің 4 нұсқасын шығаратын болсақ, 200 қой болады. Сонда түрден шығару керек пе? Патша жарлық шығарып, мөр баспаса, газет шығару деген оңай жұмыс емес. Ақсақал, өзі тұрмыспаған елге патша жарлық та қолда шығармайды. Оны өзіңіз де білесіз. Бір-біріне үкімет араласпаса, мына отырған 10 шақтымыздың 5-10 қойымыз неменеге жетеді? Дегеннен жұмыла жабылып, елге жеткізсек, осы отырған 10 шақты емес, басқа жақтағы бардам ағайындар да қарап қалмас. Оның үстіне газеттің саудасы болады. Үнемі сіздерге қол жаймаспыз. Бұл өзі рұқсат етілген нәрсе ме? Баяғыдағы петицияларың сияқты артық қуғын-сүргін болып кетіп жүрмесін. Газетсіз де өмір сүрдік қой. Қазір деген заман құбылып тұр. Әзірге осыны қояқ тұрсақ қайтеді. Сіз қоя тұрайық дейсіз. Мен сіздерге мынаны айтайын. Америка деген ел бар. Ең білімді, ең өнерлі халық. Газет журналы бәрінен де көп. Былтырғы санақ бойынша 12.435 газет журналы бар. Осының бәріне қойшақ келе ме? Францияда 8.940, Германияда 8.000, Русияда 2.058. Мұна тұрған Татардың өзінде 10 шақты газеті бар. Бізде соның біреуі де жоқ. Жоғарғы мәртебе. Думаның шығарған қаулысына сәйкес, азоттарға беріліп жатқан орайды пайдалана отырып, бізде Киргиз өлкесінің өз газетасын шығарсақ па деп қамданып жатырмыз. Оны біз неге білмейміз? Бұл газет қазақ облыстарының барлығына ортақ болғандықтан, рұқсатнама мәселесімен омбыдағы Бөкейханов мырза айналысып жатыр еді. Бұл газет қандай уақытта болмақ екен? Ағартушылық бағытта, жоғарғы мәртебелі мырза. Ішкі сыртқы жаңалықтар, сауат ашу, ғылым, кәсіп мәселелерін қамтимыз. Ғылым? Ғылым дейсіз е? Жөн. Айып етпеңіз. Мен жай бір оқиға есіме түсіп кеткен. Дұрыс-ақ, әр ұлттың өз баспасөзі болғаны өте ұлттарлық. Бірақ онымен сіздей адам айналысқаны обалдау секілді. Біз сізге губерниялық іс жүргізуші деген қызмет ұсынсақ. Өзіңіз білесіз, өте жоғары шен. Сіздей адам патшаға лайықты қызмет ету керек. Хан лайықты шалқып өмір сүру керек. Қайтесіз, газет деп патшаға салық төлеме деп. Жоғарғы мәртебелі мырза, мен қызмет қуып жүрген адам емеспін. Мен халық арасынан шыққан қарапайым мұғаліммін. Сондықтан осынау ұлық қызметке менен гөрі лайықты адам бар екеніне менің шүбәм жоқ. Ал біз үшін оқу мен газета мәселесі бәрінен де маңыздырақ болып тұр еді. Бай Тұрсынов, сіз тұтқындалдыңыз, жиналыңыз. Кімдер бұлар төрем? Сабыр ет. Төрем, бұлар кімдер, сені қайда барады төрем? Жүр бол. Сен анаңа бас көз бол, жарай ма? Мен сендерді қатты жақсы көремін. Бол. Қайда барасыңдар? Өз әйнегім. Көз әйнектің енді ол жақта саған қажеті болмас. Қайда барасыңдар? О дүниеге! Жақынлар, жақынлар!
куәгерлер арқылы айтылған қылмыстар толығымен дәлелденді. КСР қылмыстық кодексінің 58-ші бабы бойынша халық жауы Байтұрсынов Ахмет Байтұрсынұлы жазаның ең ауыр түрі ату жазасына кесілсін. Үкім өзгермейді, қайта қарауға жатпайды. мені мұнда аман сақтап көруге жазға еді хақ тағу. Бара алмай өтірікші болып әбден Семейдің түрмесінде отырып алған, мал ұрлап кісі өлтірген айыбы жоқ, өкімет өр зорлыққа не бар шара. Үмітсіз шайтан болсын деген сөз бар, жолдар көп жанатқа да тарам-тарам, оқ тиіп оның ішінде ой түсіріп, бітпеген жүрегімде бар бір жарым. Алданып тамағыма оны ұмытсам, болғандай жегенімнің бәрі харам. Адамнан туып адамысын етпей, ұялмай не бетіммен көрге барам. Көп айтпай қысқасынан сездіретін, балаңның мінезі бар сөзге сара. Кетер деп суға құлап отқа түсіп, қайғы жеп менің үшін болма ала. Отырмын абақтының бөлмесінде, бұйрықсыз көз жетеді өлмесіме, есіктің құлпы мықты күзетші кеп, ажалдан басқа ешкім келмесіне. Қоршаулы айналасы биік қорған, берік қып салған темір терезесіне, қалайша мұны көріп көңіл сенбес, аттанып жау келсе де бермесіне. Ал енді сіздердің алдарыңызда осы мектеп театрының енді балаларымыздың кезегі, кішкене күліп отырыңыздар. Сатиралық жанрда жалпы осыған дейін енді мектеп қабырғасында түрлі сайыстар болады, аудандық шаралар болады, облыстық шаралар болады. Сол шараларда осы көрініспен балалар өздерінің шығармасын ұсынып, елдің батасын алып, ризашылығына бөленген жайы бар. Алдарыңызда біз жемқорлыққа қарсымыз деген тақырыпта балалардың түсірген көрінісі бар еді, соны қабылдаңыздар. Через
жаңа сөзіміздің басында өткендей тағы да алғыс айтқымыз келеді. Жақында 1 наурыз алғыс айту күнімен алтын уақыттарыңызды қиып берген әрбіріңізге үлкен алғыс білдіреміз. Алла тағала разы болсын. Алдарыңызда алғыс айту әніне арналған алғыс әнін алдарыңызға алып шығамыз. Мектебіміздің талантты оқушылары қол соғып қошеметтеп қойыңыздар. Құрметті қонақтар. Мәңгі жарық күн сыйлаған маған, бір адам бар ол өзіңсің ана, мейірімге бір өзіңнен ғана, жылытып жүрегімнен алам, ардақты ана, аяулым ана. Суық күнде тоңбады ма деп, әлде жолы болмады ма деп, жалғызсырап қалмады ма деп, мен ойлап қам жемеші мама, сағындатқан менің гүлгенім. Қуанғанымсың әкем, қуанғанымсың әке, шырағымсың. Қонақтарға бір қол соғып қояшы, қошеметтеп. Көп рахмет. Алла разы болсын. Енді біздің Қазақстанның өздеріңіз білесіздер, оқу ағарту министрі біздің бас ұстазымыз Ғали Бейсенбаев болса, мектебіміздің бас ұстазы Бейсенбаева Маржан. Ұқсастық бар ма? Сондықтан енді кез келген дүние қамшылаудың нәтижесінде болады. Менің де осы мектепке келгеніме көп болған жоқ. Шындан бері осы өзін-өзі басқару дегенді ұсынды. Қазір министріміз қолға алды. Соның нәтижесінде қазір театрға келем. Осы театрдан басқа 12 жоба бар. Осы балаларға арналған театр, балаларға арналған тележоба, балаларға арналған журнал, қуыршақ театры, оны кейін тағы да ашуына шақырамыз. Сондықтан да міне осының барлығына қамшылап, бізді Аллаға шүкір осындай күнге жеткізген бірінші Алла, екінші сізге көп рахмет. Бір ата-аналарға үлкен алтын басымыз дейді, рахмет айтқымыз келеді. Қол соқпай осындағы барша ата-аналарға естеріңізге балалар мен мұғалімдер театры. Сондықтан үлкен еңбек бір 50% деп айтайын бүгінгі кешіміздің. Мұғалімдерге бір қол соқпай, ұстаздарымызға бір қошемет. Ақберен мектеп театрының ұстаздары. Құралы Жанболат, 20 мектептің Самба театрының жетекшісі. Армысыздар, мен ең бірінші оқушылар достар демейін, Ақберен оқушылар театрының актерларына өз алғысын айтқым келеді. Мен сіздердің мынанша еңбектеріңізді сеземін, білемін, түсінемін. Сіздерді толқисыздар, қобалжисыздар, осыншама еңбектің бәрін ақтадыңыздар. Сіздерге алда тек сәттілік тілеймін. Театр эмоциялардың тоғысқан жері. Театрға негізінен жалғандықтың бірде-бір дағы түспеу керек. Сіздерге мол табыс пен берекелі еңбек тілеймін.
көп рахмет. Папасы бәрімен араласамыз жақсы. Бауырсаңыз легендасы ғой. Санжар мен Қайсар иә. Бүгін бізге қонаққа келіп, иә балалармен тілдесіп, сұхбаттасып, біздің жаңағы қойылымды көріп, қандай әсерде болды абыл? Керемет? Иә, әрине ұнады. Осы балалардың органикалары, энергетикалары кәдімгі сезіп тұрды. Қазір қалай ойлайсың ғой? Бұрынғы сенің кезіндегі оқушылар мен қазіргі оқушылардың қандай айырмашылықтары бар? Қандай? Енді ондай қатты айырмашылық бар деп ойламаймын, бірақ әрине енді қазіргі уақытта енді интернеттің әсерінен енді балаларда қазір кішкене байқағаным неусидчивость бар ғой, кішкене асығып не істегенде сондай өзге нелер бар деп ойлаймын. Қазір енді осы жас қарындастарға қандай ақыл кеңес айтар едіңіз? Жалпы өзіңіз. Өзім кейінгі жастарға енді бұлар сенен бір 3-4 жас айырмашылық бар деп ойлаймын. Қандай кеңес айтасың жастарға? Енді өзім сол тек қана осылай білім, оқу және де осы алда қойған ең басты мақсаттарынан бәріне настойчивость, соның бәрін кейін. Керемет. Рахмет. Бүгін міне сіздердің осы номер 19 мектептің Ақберен оқушылар мен ұстаздардың театрында қойылым тамашаладық. Әрине бізге әсерлі болды. Қарагөз қойылымы да, сонымен қатар Ахмет ұлы ұстаз деп жаңағы ұлттық құндылықтарымызды дәріптеп жатсыздар. Бұның барлығы келешек ұрпағымызға үлгі өнеге. Өзіңізді таныстырып өтсеңіз. Менің есімім Ануарбек. Мен өзім осы 19 орта мектебінің қазақ тілі әдебиеті пәнінің мұғалімімін және Жас Сұңқар өзін-өзі басқару ұйымының жетекшісімін. Енді жалпы театр жайында айтатын болсам, театрдың негізгі ашылуы бүгін өздеріңіз куәгер болдыңыздар. 23 бөлуге 23 деген бір сондай санға сәйкес болды. Енді театрымыздың ғұмыры да ұзақ болсын деген бір жақсы ниетім бар. Бірақ бүгін ашылғанмен оған дейін 2 жыл көлемінде жұмыс жасап, талай аудандық, округтік, облыстық шараларда жеңімпаз атанып, халықтың алғысын алып, жаңағы ықыласына бөленіп жүрген театр. Бұл театрда өздеріңіз куә болдыңыздар. Мұғалімдермен балалардан құралған театр ерекшелігі сол. Енді қиындық болады, қиындықсыз болмайды. Балалармен жұмыс жасау, бағана театрды ашылу кезінде айтып өттім. Қиындықтар көбінесе балалар енді түске дейін сабақ оқиды, түстен кейін бос уақытын тиімді пайдаланып мектеп қабырғасына шақырамыз. Бірақ ол балалардың үйі бар, ата-анасы бар, туыстары бар, ата-анасы жаңағыдай көмекке шақырады деген сияқты. Сол кезде кішкене қалай десем болады, минустар болады, кішкене қиындықтар болады. Ата-анасына түсіндіреміз, кез келген нәрсе өзінің жемісін береді. Шыдаңыздар, балаларыңыз жай жүрген жоқ, қоғамдық өмірге араласып жатыр, мектебіміздің тарихында қалатын үлкен жобалар жасап жатыр деп. Бірақ нәтижесінде бүгін өздеріңіз көріп отырсыздар, ата-аналар бұған дейін де қаншама алғысын айтып, балалардың осындай рухани бай болғанына көздері жетіп, бізге үлкен алғыс білдір. Сондықтан біздің еңбегіміз еш кеткен жоқ. Жаңа өздеріңіз көрдіңіздер, Ақберен театрының жетекшілері, сценарист, идея авторлары бар. Өте мықты әріптестерім. Сондықтан оларды мен әрқашан мақтан тұтамын. Біз тек қана театр емес, бізде мектеп таңы, балалар мен мұғалімдердің мақаласын, эсселердің барлығын тізіп отыратын журналымыз бар. Өздеріңіз бақылап отырғандай, біз екеуміз отырған 19 News, 19-ның басты жаңалықтарын осы өзіміздің мектепке, өзіміздің округке, ауданға үнемі жариялап отыратын тележобамыз бар. Солай жоба көп, Қуыршақтар театры жоба көп. Тек қана сіздерге айтып отырғанымыз, өздеріңіз көрген, куәгер болған 3-4 ғана. Алдағы уақытта толық танысамыз деп ойлаймын. Рахмет. Жалпы осы Жас Сұңқар өзіңіз басқару ұйымымен қоса жаңағы театр ашуларыңызға не себепкер болды, не себеп болды, және тарихын айта кетсеңіз. Тарихы негізі бұл театр деген ұғымды осы алып келген қаншама аталарымыз болды. Соның бірі бағана айтып өттім, Мұхтар Әуезов, иә? Ұлттық құндылығымыз, ұлттық театрымыздың іргесін қалап, екеуі өзінің үлесін қосқан кісі, атамыздың аруағы разы болсын, жатқан жер жайлы болсын. Сол кісінің көрінісінен де бастағанымыз бекер емес. Енді Ақберен деп аты қойғанымыз бағана біздің жаңағы мектебіміздің басшысы да айтып өтті, Берен Мұлтақ мықты театр болсын, көшбасшы болсын, елдің алдында жүрек деген жақсы сондай бір сеніммен Ақберен деп атау бердік. Енді ғұмыр ұзақ болсын. Тарихы енді бір 2 жыл бұрын басталды. Өйткені балалар, өздеріңіз білесіздер, балалар біз көбінде жұмыс жасаған кезде байқап қаламыз да, жаңағы әртістік шеберлігін
актерлық шеберлігін жаңа КВН барысында неше түрлі конкурстардың нәтижесінде содан туындады біз неге театр ашпасқа. Өйткені театрдың жаңағы шығармашылық байланыс болады. Бала мен ұстаздың арасында, оқушы мен оқушының арасында, мен бағана сөзім арасында айтып өттім. Сахна деген ол соғыс алаңы емес, сахна деген достық алаңы. Сахна достыққа шақырады. Сол мақсатта балалар бір-бірімен жауласып емес, бір-бірімен достасып, бір-бірімен рухани құндылықтарды алмасты деген ниетпен біз театр ашамыз деген ниетіміз болды. Соған бүгін Аллаға шүкір жеттік. Театрымыздың ғұмыры ұзақ болсын. Енді тағы да бір үлкен алғыс білдіремін. Осы өздеріңіз келіп отырған Қарашаңырақ деп айтайын, Әл-Фараби атындағы, енді Абай болса сіздерде Қарашаңырақ, Әл-Фараби атындағы сұңқар студенттер мен магистранттар тәсіліп алған арнайы келіп отырсыздар, үлкен рахмет. Біз бұл театрдың ашылуына дейін өздеріңізбен келісімшартқа отырып, үлкен бір жұмыстар жасап, бір-бірімізбен тәжірибе алмасып жатырмыз. Сол тәжірибе алмасудың нәтижесі деп ойлаймын. Көп қадамға біз барып жатырмыз батыл түрде. Сол көп көп сізге де осы Ақберен оқушылар мен мұғалімдер театры бұйырса Мұхтар әуезов, Ғабит Мүсіреповтің театрында қойылым қоятындай дәрежеге жетсін деп тілеймін. Оқушыларыңыздың өнері өрге жүзсін. Сізге көп рахмет.